Сәлеметсіздер ме? Менің тыңдаушыларым, күздің қара суығы ерте түскен кеш еді. Қала көшелерін жаңбыр жуып, сары шамдардың жарығы дымқыл асфальтқа шағылысып тұрды. Адамдар жұмыстан асығып қайтып бара жатты. Бірі қолына азық-түлік ұстап, бірі баласын балабақшадан алып келе жатыр. Сырт көзге бәрі қалыпты өмір сияқты. Ал сол адамдардың арасында еңсесі түсіп келе жатқан бір жігіт бар еді. Оның аты Ерлан. Жасы 33-те. Бет әлпеті ерте қартайғандай. Көзінің асты көгеріп кеткен. Соңғы бірнеше айда дұрыс ұйықтамағаны бірден байқалады. Қалтасында небәрі 2000 теңге ғана бар. Ал банк алдындағы қарызы 8 миллион теңге. Бұл санды ол күніне ондаған рет ойлайтын. Кейде тіпті тынысы тарылып кететін. Телефоны тағы да дірілдеді. Экранда белгісіз нөмір. Ерлан жауап бермеді. Бірақ бірнеше секундтан кейін қайта қоңырау соғылды. Ерлан Нұрланұлы, қарызды қашан өтейсіз? Бүгін соңғы ескерту. Ол үнсіз тұтқаны қойып жіберді. Бұл дауыс оған соңғы айларда таңсық емес еді. Күн сайын, таңертең, түсте, кешке, тіпті түн ортасында да осындай қоңыраулар келетін. Ерланның үйі қаланың шетіндегі ескі 5 қабатты үйдің 3-ші қабатында орналасқан жалдамалы бір бөлмелі пәтер болатын. Есікті ақырын ашты. Үйдің іші салқын. Ас үйден қара шайдың иісі келеді. Жұбайы Айдана үстел басында үнсіз отыр екен. 6 жасар қызы Аяла сурет салып отыр. 4 жасар ұлы Данияр ескі ойыншық көлігімен ойнап жүр. Әке келді, деп Аяла жүгіріп келіп мойнына асылды. Ерлан күлімсіреуге тырысты. Қалайсың, қызым? Әке? Ертең балабақшаға ақша апару керек деді. Ерланның жүрегі шым ете қалды. Қанша? 5000. Ол үнсіз қалды. Айдана бәрін түсінді. Болмаса кейін апарармыз деді жай ғана. Бірақ оның даусының ар жағында қанша мұң жатқанын Ерлан сезіп тұрды. Кешкі ас бұрынғыдай емес. Бір тәрелке қарақұмық ботқасы. Шай, нан. Бұрын аптасына бірнеше рет ет алатын. Қазір ол да арманға айналған. Балалар ештеңе демейді. Бірақ үлкендердің жүзінен бәрін сезетін. Балалар ұйықтаған соң Айдана үнсіз ғана сұрады. Жалақы қашан түседі? Ертең? Ертең түссе, пәтер ақысын төлейміз бе? Ерлан көзін тайдырып әкетті. Әлі білмеймін. Айдана күрсінді. Үй иесі бүгін 2 рет хабарласты. Тағы үнсіздік. Осы үнсіздік соңғы айларда олардың үйіндегі ең жиі қонаққа айналған еді. Ерлан бұрын мұндай адам емес болатын. Колледжді бітірген соң құрылыс компаниясына жұмысқа орналасқан. Еңбекқор еді. Бір жұмыстан екіншісіне жүгіріп жүріп ақша тапты. 27 жасында Айданамен үйленді. Көп ұзамай қыздары дүниеге келді. Бақытты отбасы болатын. Армандары көп еді. Өз үйін алу. Балаларын жақсы мектепте оқыту. Ата-анасына көмектесу. Бірақ өмір бір күнде өзгермейді. Ол ақырындап өзгереді. Байқатпай өзгереді. Алдымен құрылыс компаниясы қысқарту жүргізді. Ерлан жұмыссыз қалды. 3 ай жұмыс таба алмады. Сол кезде алғашқы несие алды. 2-3 айда қайтарамын деп ойлады. Бірақ 3 ай 6 айға созылды. Кейін жаңа жұмыс тапты. Алайда жалақы бұрынғысынан 2 есе аз еді. Сөйтіп бірінші несиені жабу үшін екінші несие алынды. Екінші несиені жабу үшін үшінші. Қарыз қардай домалай берді. Бір күні қызы дүкендегі велосипедті көріп, әке, маған осындай алып бересіз бе? Деді. Ерлан бағасына қарады. 75 000 теңге. Оның бүкіл айлық азық-түлігіне кететін ақша. Міндетті түрде алып беремін, қызым. Аяла қуанып кетті. Ал Ерланның жүрегі ауырды. Өйткені ол өтірік айтып тұрғанын білді. Сол түні ұйықтай алмады. Төбеге қарап ұзақ жатты. Неге мен осындай өмір сүріп жүрмін? Неге балаларым ештеңеден таршылық көруі керек? Басқалар қалай байып жатыр?
Осы сұрақтар миынан кетпеді. Ол кезде Ерлан әлі білмейтін. Осы сұрақтардың жауабын іздеймін деп өміріндегі ең үлкен қателікке қадам басатынын. Келесі күні таңертең Ерлан әдеттегідей жұмысқа ерте келді. Құрылыс нысанында жұмыс таңғы 8-де басталатын. Ауыр цемент қаптарын көтеріп кірпіш тасу күнделікті тіршілік. Қолы қажалып, белі талса да, отбасы үшін бәріне төзетін. Түскі үзілісте жұмысшылар шағын асханада шай ішіп отырды. Ереке, неге көңілсізсің? Деп сұрады әріптесі Руслан. Ештеңе емес. Жоқ, сенің бір нәрсеге алаңдап жүргенің көрініп тұр. Ерлан алғашында үндемеді. Бірақ ішіне сыймаған мұңын ақтара бастады. Несие көбейіп кетті. Пәтер ақысы тағы бар. Балалардың шығыны. Айлық жетпейді. Руслан басын изеді. Мен де сондай жағдайда болғамын. Ерлан елең ете қалды. Сонда қалай шықтың? Руслан телефоны шығарып бір қосымшаны көрсетті. Кейде футбол матчтарына болжам жасаймын. Сәті түссе, біраз ақша табуға болады. Бұл құмар ойын емес пе? Жоқ, жай ғана болжам ғой. Егер футболды түсінсең, ұтуға болады. Ерлан үндемеді. Ішінде бір дауыс. Жоқ, бұған жолама. Екінші дауыс. Мүмкін осы ғана сені құтқаратын шығар. Кешке үйіне келгенде де сол әңгіме ойынан кетпеді. Балалары ұйықтап қалған. Айдана ас үйде ыдыс жуып жүр. Бүгін қалай өтті? Деп сұрады ол. Қалыпты. Ерлан ештеңе айтпады. Өйткені әйелінің көзінен өтірікті бірден байқап қоятынын білетін. Түнгі 11-де бәрі ұйықтағанда Ерлан телефонын қолына алды. Руслан жіберген сілтемені ашты. Экранда түрлі матчтар, коэффициенттер, жарнамалар. Бүгін тіркелде, бонус ал. Жеңіс сені күтеді. Ақша табудың оңай жолы. Ол біраз қарап отырды. Саусағы тіркелу батырмасының үстінде ұзақ тұрды. Жоқ, деді өзіне. Телефонды өшірді. Бірақ 5 минуттан кейін қайта ашты. Ақыры тіркеліп қойды. Есеп шотына 5000 теңге салды. Осы ғана. Егер ұтылсам, қайта кірмеймін. Бұл өзін жұбатудың алғашқы өтірігі еді. Матч басталды. Ерлан бұрын футболды қызықтап көрмейтін. Бірақ сол түні экраннан көз алмады. Әр шабуылда жүрегі дүрсілдейді. Әр бұрыш добы кезінде алақаны терлейді. Соңғы минуттар. Төреші ысқырды. Оның болжамы дәл келді. 5000 теңге 9000-ға айналды. Ерлан орнынан тұрып кетті. Ұттым. Өзі де сенер-сенбесін білмеді. Ертеңіне ақшаны шешіп алды. Жолда келе жатып балаларға тәтті, жем-шидек сатып алды. Айдана таңырқап қалды. Ақша қайдан? Жұмыстан сыйақы берді. Бұл оның әйеліне айтқан алғашқы үлкен өтірігі болатын. Сол кеште Ерлан өзін ерекше сезінді. Демек болады екен. Егер 5000-нан 4000 пайда тапсам, 50 000 салсам ше, 100 000 салсам. Оның ойы өзгере бастады. Еңбекпен емес, тез ақша табуды елестете бастады. Бірнеше күн қатарынан сәті түсті. Бірде ұтты, тағы ұтты. Жалпы 50 000 теңгедей пайда көрді. Бұл ақша оның соңғы бірнеше айдағы ең үлкен табысы еді. Өзіне деген сенімі арта түсті. Мен мұны түсіне бастадым деді ішінен. Бірақ ол байқамаған бір нәрсе болды. Құмар ойын адамды алғашқыда әдейі үміттендіреді. Тағы бір рет. Тағы бір мүмкіндік. Осындай ойлар адамды өзіне байлап қояды. Бір күні Руслан. Енді ірі матч бар. Коэффициенті жоғары. Көп ақша тігуге болады деді. Ерлан ойланып қалды. Қалтасында жалақыдан қалған 80 000 теңге бар еді. Бұл пәтер ақысы мен азық-түлікке арналған ақша. Ол ұзақ отырды. Телефонға қарады. Балаларының суретіне қарады. Сосын ақшаның бәрін есеп-шотқа аударды. Бір-ақ рет. Ұтсам барлық мәселе шешіледі. Сол түні ол өзінің өміріндегі ең қауіпті қадамды жасады. Ал бұл қадам оның 8 миллион теңгелік қарызға лай бататынның басы ғана еді. Сол түні Ерлан телефон экранына қадалып отырды.
Жүрегі кеудесіне сыймай соғып тұр. Бұл жолы ол бұрынғыдай 5.000-да, 10.000-да емес. 80.000 теңге қойған еді. Бұл ақша бір айлық пәтер ақысы, балалардың азық түлігі, жарық пен газдың төлемі болатын. Ұтсам болды. Барлығы түзеледі. Матч басталды. Алғашқы таймда бәрі жоспарлағандай болып жатқандай көрінді. Ерлан қуана бастады. Болды. Әлі аз ғана қалды. Бірақ екінші таймда ойынның бағыты күрт өзгерді. Бір гол. Екінші гол. Төрешінің соңғы ысқырығы естілді. Экранда жалғыз ғана сөз тұрды. Ұтылдыңыз. Ерлан қатып қалды. 80.000 теңге. Бірақ сәтте жоқ болды. Ол орнынан тұрып бөлмені айнала бастады. Жоқ, бұл мүмкін емес. Телефонды қайта-қайта ашып, бәлкім қате кеткен шығар дегендей тексере берді. Бірақ ақша жоқ. Барлығы жоғалған. Сол түні көз ілмеді. Қалай айтамын? Пәтер ақысын қалай төлеймін? Балаларға не жегіземін? Таңертең айдана. Ерлан, бүгін үй иесі келеді екен. Ақша дайын ба? Ерлан әйелінің көзіне қарай алмады. 1-2 күн күте тұрсыншы. Неге? Жалақыдан бір кідіріс болып тұр. Айдана сенді. Өйткені ол күйеуіне әлі де толық сенетін. Жұмыста Ерлан ештеңеге зауқы соқпады. Руслан қасына келді. Не болды? Бәрінен айырылдым. Қанша? 80.000. Руслан иығын көтерді. Уайымдама, бәріміз ұтыламыз. Қайтарып алуға болады. Қалай? Бүгін кешке тағы матч бар. Осы сөз Ерланның санасына қадалып қалды. Қайтарып алуға болады. Кешке ол банктың мобильді қосымшасын ашты. Онлайн несие. 150.00 теңге мақұлданды. Ақша 1 минутқа жетпей есеп шотына түсті. Ерлан өз-өзін жұбатты. Осыны ұтсам. Несиені бірден жабамын. Әйелім ештеңе білмейді. Бірақ бұл жолы да жолы болмады. Тағы ұтылды. 150.000 теңгеде жоқ болды. Ол енді ашуға булықты. Жоқ, бұл жолы міндетті түрде қайтарамын. Бұл енді ақша табу емес еді. Бұл жоғалтқанын қайтару әрекетіне айналды. Ал дәл осы сәттен бастап адам құмар ойынның тұзағына шын мәнінде түседі. Бір апта өтті. Ерлан тағы 2 онлайн несие рәсімдеді. Бірінен 300.000. Екіншісінен 500.000. Бәрі бір ғана оймен. Тағы бір рет ұтсам болды. Бірақ әр жолы ұтылған сайын келесі жолы көбірек ақша тігетін. Телефон тынымсыз шырылдай бастады. Құрметті клиент, төлем мерзімі өтіп кетті. Айыппұл есептелді. Қарызды өтеуіңізді сұраймыз. Ерлан үнін өшіріп тастады. Бірақ қоңыраулар тоқтамады. Бір күні қызы Аяла мектептен көңілсіз келді. Әке? Не болды, қызым? Барлығы экскурсияға бара жатыр екен. Сен де барасың. Ақша керек екен. Қанша? 12.000. Ерлан үнсіз қалды. Қалтасында бар болғаны 700 теңге ғана еді. Аяла бәрін түсінді. Ештеңе етпейді, әке. Мен бармай-ақ қоямын. Осы сөз Ерланның жүрегін тілгілеп өтті. Сол түні ол айнаға ұзақ қарады. Мен кім болып кеттім? Бір кездері балалар үшін жанын беруге дайын әке еді. Ал қазір баласының 12.000 теңгесін де таба алмай отыр. Бірақ ертеңіне ол тағы да телефонды қолына алды. Тағы да жаңа матч ашты. Тағы да ақша салды. Енді бұл әдетке айналған еді. Бір айдың ішінде оның барлық қарызы 2 миллион теңгеден асты. Бірақ бұл тек бастамасы ғана болатын. Ең қорқыныштысы Айдана әлі ештеңе білмейтін. Ал шындық ашылған күні олардың отбасы бұрынғыдай болмайтынын Ерлан әлі сезбеген еді. Ерлан үшін уақыттың мәні жоғалғандай еді. Таңертең жұмысқа барады. Күні бойы ауыр еңбек етеді. Кешке үйге келеді. Балалармен аздап ойнайды. Барлығы ұйықтаған соң телефонды алып, тағы да құмар ойынға кіреді. Осы өмір оның күнделікті әдетіне айналды.
Бірақ ең қиыны оның енді ақша емес, үміт іздеп жүргені еді. Әр жолы мынау соңғы рет. Осы жол ұтсам, бәрін жауып тастаймын. Алайда әр ұтылыс жаңа қарызға жетелейтін. Бір күні банк өтінімдерін түгел қарап шықты. Несие беруден бас тартылды. Тағы бір банк. Бас тартылды. Үшінші банк. Мақұлданбады. Ерлан телефонды диванға лақтырып жіберді. Бітті. Енді қайдан ақша табамын? Сол сәтте ойына досы Асхат түсті. Асхат, бір көмегің керек. Не болды? Аздап қиындық болып қалды. 200 мың теңге қарыз бере тұрасың ба? Бір айда қайтарамын. Асхат үндемей қалды. Ереке, өзіңе сенемін. Бірақ бұл соңғы рет. Жарай ма? Уәде беремін. Ақша келіп түсті. Ерлан бір сәтке жеңіл тыныстады. Бірақ бұл ақша да сол түні жоғалып кетті. Келесі аптада тағы бір досына хабарласты. Бауырым, 150 мың керек. Не болып жатыр өзі? Үйдегі мәселе. Өтірік айту енді оған оңай болып кеткен еді. Бір айдан кейін достарының қоңырауы көбейді. Ерлан, ақшаны қашан қайтарасың? Аз қалды. Келесі аптада. Айлық түсе салысымен. Бірақ ол әр жолы өтірік айтатын. Өйткені қайтаратын ақша жоқ болатын. Бір күні кешке үйдің есігі қағылды. Айдана ашып еді, үй иесі тұр екен. Кешіріңіз, 3 ай болды пәтерақы төленген жоқ. Айдана аң-таң болды. Қалай 3 ай? Ерлан ай сайын төлеп жүрмін деген. Үй иесі таңырқап қалды. Жоқ, бір тиын да түскен жоқ. Сол сәтте Ерлан жұмыстан келді. Айдана оның жүзіне қарап. Ерлан, бұл не? Ерлан үндей алмады. Сен пәтер ақысын төледім дедің ғой. Үнсіздік. Ерлан, жауап берші. Ол төмен қарады. Ақша басқа жаққа кетті. Қандай басқа жаққа? Мен? Дауысы дірілдеп шықты. Құмар ойынға. Айдананың өңі қашып кетті. Не дедің? Бірнеше рет ойнап көргенмін. Бірнеше рет. Қарызды жабамын деп. Қанша жоғалттың? Ерлан үнсіз қалды. Айт. 2 миллиондай. Айдана орындыққа отыра кетті. 2 миллион. Көзінен жас парлап ақты. Біз балаларға киім ала алмай жүрміз. Қызымыз экскурсияға бара алмады. Ұлымыздың аяқ киімі жыртылып жүр. Ал сен? Даусы дірілдеп шықты. Сен құмар ойынға ақша шашып жүргенсің бе? Ерлан жақындамақ болды. Айдана, тыңдашы. Жоқ, маған жақындама. Балалар оянып кетті. Аяла жылап. Анашым, не болды? Айдана көз жасын сүртіп. Ештеңе емес, қызым. Бірақ балалар бәрін сезіп тұрды. Сол түні Ерлан ас үйде жалғыз отырды. Ал бөлмеде Айдана балаларды құшақтап үнсіз жылап жатты. Телефон тағы шырылдады. Ерлан Нұрланұлы, төлем мерзімі өтіп кетті. Ол қоңырауды өшірді. Бірақ артынша тағы бір хабарлама келді. Сіздің жалпы қарызыңыз 7,846,320 теңге. Ерлан экранға ұзақ қарады. Көзінен еріксіз жас шықты. 8 миллион. Ол бұл санды дауыстап айтты. Өз құлағына өзі сенбеді. Бар болғаны бірнеше ай бұрын отбасы үшін ақша табамын деп бастаған әрекеті енді оны 8 миллион теңге қарызға батырған еді. Ал бұл әлі соңы емес болатын. Ертеңнен бастап банктер ғана емес, коллекторлар да оны іздей бастайды. Ал отбасының тағдыры қыл үстінде қалады. Таң атты. Бірақ бұл таң Ерлан үшін бұрынғы таңдардың ешқайсысына ұқсамады. Үйдің іші тым-тырыс еді. Әдетте таңертең Аяланың күлкісі, Даниярдың ойыншық көлігінің дыбысы естілетін. Ал бүгін тек сағаттың тықылы ғана естіліп тұр. Ерлан ас үйге шықты. Айдана үнсіз шай құйып отыр екен. Екеуінің көзі түйісті. Бірақ ешқайсысы сөйлеген жоқ. Кеше кешкісін айтылған шындық олардың арасындағы сенімді тас-талқан еткен еді. Балалар мектеппен балабақшаға кеткеннен кейін Айдана ақырын ғана сөйледі. Мен сенен бірақ нәрсе сұраймын.
Ерлан басын көтерді. Тағы қанша қарызың бар? Ерлан үнсіз қалды. Кеше 2 миллион дедің. Шындығын айт. Ұзақ үнсіздіктен кейін Ерлан ауыр күрсінді. 8 миллионға жақындап қалды. Айдана оның жүзіне аңтарыла қарады. Не? 7 миллион 800 мыңнан асты. Айдананың қолындағы кесе жерге түсіп быт-шыт болып сынды. Ол екі қолымен бетін жауып, үнсіз жылады. Ерлан, біз мұндай ақшаны өмірімізде ұстап көрген жоқпыз. Сен оны қалай жоғалттың? Мен қайтарып аламын деп ойладым. Сен бізді емес, өз үмітіңді құтқаруға тырыстың. Сол күні Ерлан жұмысқа кетті. Бірақ ойы үйде қалды. Құрылыс басында шебер оның қателесіп жүргенін байқап. Ерлан, не болды? Бұрын мұндай емес едің. Ештеңе. Егер көңілің бөлінсе, биікте жұмыс істеуге болмайды. Расымен де Ерлан бір сәтке тепе-теңдігін жоғалтып, әрең ұсталып қалды. Әріптестері жүгіріп келді. Байқа, құлап кете жаздадың. Сол сәтте ол ойланып кетті. Мен тек өзімді емес, отбасымды да құрдымға сүйреп бара жатырмын. Кешке үйге келгенде дәлізде бірнеше сөмке тұр екен. Айдана, бұл не? Мен балаларды анама апарамын. Жоқ, тоқташы. Балалар күнде жанжал көрмеу керек. Мен бәрін түзетемін. Сен мұны соңғы айларда күнде айтып жүрсің. Осы жолы шын айтамын. Айдана көз жасын әрең тежеді. Мен саған сенгім келеді, Ерлан. Бірақ сенің сөзің емес, сіңе сенетін уақыт келді. Дәл сол сәтте телефон шырылдады. Ерлан жауап берді. Ерлан Нұрланұлы. Иә. Егер бүгін төлем жасалмаса, сіздің ісіңіз өндіріп алу бөліміне жіберіледі. Аздап уақыт беріңізші. Біз жеткілікті уақыт бердік. Тұтқа үзілді. Осы қоңыраудан кейін екіншісі келді. Сосын үшіншісі. Кейбірі банктен. Кейбірі микроқаржы ұйымынан. Кейбірі мүлде бейтаныс нөмірлерден. Телефон бір күнде 20-30 рет шырылдайтын болды. Кешке Аял әкесінің қасына келді. Әке? Иә, қызым. Сен жылап жүрсің бе? Ерлан еріксіз жымиып. Жоқ, қызым. Анамда жылап жүр. Сендер ұрыспаңдаршы. Осы сөзден кейін Ерлан өзін ұстай алмады. Қызын құшақтап көз жасын тыя алмады. Кешір мені, қызым. Аяла ештеңені толық түсінбесе де әкесін қатты құшақтады. Біз сені бәрібір жақсы көреміз, әке. Сол түні Ерлан ұйықтай алмады. Телефонды қолына алды. Құмар ойын қосымшасы әлі орнатулы тұр. Ол ұзақ қарап отырды. Ішінде бір дауыс. Соңғы рет кір. Бір рет ұтсаң, бәрі шешіледі. Бірақ екінші дауыс. Осы ой сені осы күнге жеткізді. Ерлан дірілдеген саусағымен қосымшаны басып тұрды. Бірнеше секунд. Сосын оны өшіріп тастады. Бірақ қосымшаны өшіру оңай болғанымен, оның салдарын өшіру мүмкін емес еді. Ал ертең таңертең оны өміріндегі ең ауыр сынақ күтіп тұрған болатын. Құмар ойын қосымшасын өшірген түні Ерлан ұзақ уақыт көз іле алмады. Терезенің алдында отырып таңның атқанын күтті. Ол алғаш рет өзіне өтірік айтпайтын болды. Мен ақшадан емес, өз әлсіздігімнен жеңілдім. Осы сөзді дауыстап айтқанда, жүрегіндегі ауыр жүк сәл болса да жеңілдегендей болды. Таңертең ол жұмысына бармады. Тура банк бөлімшесіне кірді. Қарыздарының бәрін қағазға шығарып беруді өтінді. Қызметкер оған бірнеше парақ қағаз ұсынды. Ерлан сандарға қарап үнсіз қалды. Банк несиелері, микроқаржы ұйымдары, достарынан алған қарыз, өсімпұлдар. Барлығы бірге 8 миллион теңгеден асып кеткен еді. Бұрын ол бұл сандардан қашатын. Ал бүгін алғаш рет олардан қашпай мойындады. Сол күні кешке ол Айдананың ата-анасының үйіне барды. Есікті Айдана ашты. Не үшін келдің? Сөйлесуге. Айтатын не қалды? Ерлан басын төмен түсірді. Сенен кешірім сұрауға келдім. Кешірім қарызды жаппайды, Ерлан. Білемін. Бірақ мен енді өтірік айтпаймын.
Мен өзімнің мәселе бар екенін мойындадым. Көмек сұраймын. Айдана оның жүзіне ұзақ қарады. Алғаш рет Ерланның көзінен сылтау емес, шынайы өкінішті көрді. Мен саған бірден сене алмаймын, деді ол жай ғана. Бірақ егер шынымен өзгерсең, балалардың әкесі болып қала аласың. Келесі айлар өте ауыр өтті. Ерлан күндіз құрылыс алаңында жұмыс істеді. Кешке қоймада жүк тиеуші болып қосымша еңбек етті. Демалыс күндері такси жүргізді. Кейде тәулігіне 4 сағат ұйықтайтын. Әр жалақы түскен сайын алдымен қарызын төлейтін. Өзіне жаңа киім алмады. Қымбат телефон алмады. Артық шығынның бәрін тоқтатты. 1 жылдан кейін қарыздың жартысын жапты. 2 жылдан кейін соңғы микроқарызынан құтылды. Ал 3 жылдың көктемінде банкке соңғы төлемді аударды. Қызметкер: құттықтаймыз, сіздің барлық қарызыңыз толық өтелді, дегенде Ерлан үнсіз ғана орындыққа отырды. Ол жылаған жоқ. Тек көзін жұмып, терең тыныс алды. Өйткені бұл оның өміріндегі ең қымбат жеңіс еді. Сол кеште үйіне ертерек келді. Бұл жолы өз үйіне. Айдана есікті күлімдеп ашты. Аялада Данияр да әкесіне қарай жүгірді. Әке. Балаларының құшағын сезінгенде Ерлан байлықтың не екенін түсінді. Байлық ақша емес. Байлық сені күтіп отырған отбасы. Бірнеше айдан кейін Ерлан жұмыс орнында жас жігіттердің құмар ойын туралы сөйлесіп тұрғанын естіп қалды. Бірақ ставка қоямын. Ақша көбейтемін, деді олардың бірі. Ерлан жанына барып: мен де кезінде дәл осылай ойлағанмын. Жігіттер оған қарады. Соңы қалай болды? Ерлан жай ғана жауап берді. Мен 8 миллион теңге қарызға баттым. Барлығы үнсіз қалды. Егер менің басымнан өткен оқиға сендерді бір ғана қате қадамнан сақтаса, онда бұл қарыздан алған ең үлкен сабағым сол болар. Қорытынды: құмар ойын ешқашан адамның мәселесін шешпейді. Алғашында ол үміт сыйлағандай көрінеді. Бірақ кейін сол үміттің өзін тартып алады. Ақшаңды ғана емес, уақытыңды, сеніміңді, отбасыңның тыныштығын, өміріңнің ең бақытты сәттерінде алып кетеді. Ерланның жолы ауыр болды. Бірақ ол қателігін мойындап, көмек сұрап, адал еңбек арқылы өмірін қайта құра алды. Әркімнің жағдайы әр түрлі болады, сондықтан мұндай тәуелділікке тап болған адамға жақындарының қолдауы мен қажет болса, мамандардың көмегі де өте маңызды. Көрерменге үндеу: егер осы оқиға сізге ой салса, бейнеге лайк басып пікір қалдырыңыз және арнамызға жазылыңыз. Мүмкін дәл осы оқиға бір адамның уақытында тоқтауына себеп болып, бір отбасының аман қалуына көмектесер.